Абайдың қара сөздері 27-ші сөзі. Сократ хакімнің сөзі. Бір күні Сократ хакім бір Аристотель деген ғалым шәкіртіне Құдай Табарака уа тағалаға құлшылық қылмақ турасында айтқан сөзі. Ол өзі құлшылық қылғандарға күлуші еді. Әй Аристотель, ешбір адам бар ма, сенің білуіңше қылған өнерлері себепті адам таңырқауға лайықты, деді. Ол айтты, толып жатыр қазірет, бірінің атын аташы, дейді. Гомерге бәйітшілігі себепті, Софоклге трагедиясы себепті, яғни біреудің сипатына түспектік. Зевскиске суретшілігі себепті таңырқаймын, деп оған ұқсаған неше оннан басқа өнерлері әшкере болған жандарды айтты. Олай болса, кім артықша ғажайыптануға лайықты, жансыз, ақылсыз, құр пішінді жасайтұғын суретші ме? Я жан иесі, ақыл иесі, адамды жаратушы ма, дейді. Соңғысы лайықты дейді, бірақ ол жаратушы жаратты. Өздігінен кез келіп, солай болып кетпей, басынан біліп, істеген хикметімен болса, дейді. Пайдалы нәрсе дүниеде көп, бірінің пайдасы көрініп білініп тұрады, кейбірінің пайдасы анық білінбейді. Соның қайсысын хикмет көресің, дейді. Әрине, әшкере пайдаға бола жаратылғанын хикмет десек керек деймін, дейді. Олай болса, адамды жаратушы Хауаси Хамса Захри бергенде, тахқиқ ойлап олардың пайдасының барлығын түгел оған мұқтаж боларлығын біліп бергендігі әшкере тұр ғой. Әуелі көзді көрсін деп беріпті. Егер көз жоқ болса, дүниедегі көрікті нәрселердің көркінен қайтіп ләззат алар едік. Ол көз өзі нәзіктігінен керегіне қарай ашып, жауып тұруы үшін қабақ беріпті. Желден, ұшқыннан қаға берсін болуы үшін кірпік беріпті. Мұндай теріні көзден қағып тұруға керек болғандығынан, басқа тағы керегі бар қылып қас беріпті. Құлақ болмаса, не қаңғыр, не дүңгір дауыс, жақсы үн, күй, ән, ешбірінен ләззаттанып хабар ала алмас еді. Мұрын иіс білмесе, дүниеде не тәтті, не қатты, не дәмдінің қайсысынан ләззат алар едік. Бұлардың бәрі біздің пайдамыз емес пе? Көзді, мұрынды ауызға жақын жаратыпты. Ішіп жеген асымыздың тазалығын көріп, иісін біліп, ішіп жесін деп. Бізге керегі бар болса да, жиіркенерлік жері бар тесіктерді бұл бастағы ғазиз білімді жерімізден алыс апарып тесіпті. Мұның бәрі хикметпен біліп істелгендігіне дәлел емес пе, депті. Сонда Аристотель тахқиқ ойлап тексергенде, адамды жаратушы артық хикмет иесі екендігіне һәм махаббатымен жаратқандығына шүбәсі қалмады. Олай болмағанда, не ойлайсың, һәммә махлұқатты жас балаларына елжіретіп, үйірілтіп тұруын көргенде, уа һәммә мақлұқаттың өлімін жек көріп, тіршілікте көп қалмашылығын тілеп, ежтихат қылуын көргенде, өсіп-өнуінің қамында болудан басқа істі аз ойламақтары, бұларының бәрі жұрт білсін, өссін, өнсін үшін солардың бәрін жаратқанда, көңілдерін солайша ынтықтандырып қойғандығы һәм оның бәрі жақсы көргендігінен екенін білдірмей ме, дейді. Ей, Аристотель, қалайша сен бір өзіңнен, яғни адамнан басқада ақыл жоқ деп ойлайсың еді? Адамның денесі өзін жүрген жердің бір битімдей құмына ұқсас емес пе?
денеңде болған дымдар жердегі сулардың бір тамшысындай емес пе? Жа, сен ақылға қайдан ие болдың? Әрине, қайдан келсе де жан деген нәрсе келді де, сонан соң ие болдың. Бұл ғаламды көрдің, өлшеуіне ақылың жетпейді. Келісті көрімдігіне һәм қандай лайықты жарастықты законымен жаратылып, оның ешбірінің бұзылмайтұғынын көресің. Бұлардың бәріне таңғажайып қаласың, һәм ақылың жетпейді. Осылардың бәрі де кез келгендікпен бір нәрседен жаралған ба, яки бұлардың иесі бір өлшеусіз ұлы ақыл ма? Егер ақылменен болмаса, бұларша бұл есебіне, өлшеуіне ой жетпейтұғын дүние әрбір түрлі керекке бола жаратылып һәм бір-біріне себеппен байланыстырылып, пенденің ақылына өлшеу бермейтұғын мықты көркем законге қаратылып жаратылды дейді. Ол айтты: тахқиқ, бұл айтқанның бәрі рас. Жаратушы артық ақыл иесі екендігі мағлұм болды. Ол Құдайдың ұлықтығына іңкәрім жоқ. Бірақ сондай ұлық Құдай менің құлшылығыма не болып мұқтаж болады дейді. Ей Аристотель, қате айтасың, мұқтаж болмағанда да, біреу сенің қамыңды жесе, сенің оған қарыздар екендігіне де ұстаз керек пе, деді. Аристотель айтты: ол менің қамымды жейтұғынын мен қайдан білем, деді. Жа, олай болса, һәммә мақлұққа да қара, өзіңе де қара. Жанды бәрімізге де беріпті. Жанның жарығын бәрімізге де бірдей ұғарлық қылып беріп пе? Адам алдын, артын, осы күннің үшеуін де тегіс ойлап тексереді. Хайуан артын, осы күнін де бұлдыр біледі. Алдыңғы жағын тексермекке, тіпті дүниені тегіс көрмекке, тегіс тексермекке лайықты, һәм өзге хайуандарды қолданарлық, пайдасын көрерлік лайығы бар. Хайуанның бірі аяғына сеніп жүр, бірі өзіндей хайуанды қолданарлық лайығы жоқ. Адам өзіне сенбесе, адамды да хайуан секілді қылып жаратса, ешнәрсеге жарамас еді. Хайуанға адамның ақылын берсе, мұнша шеберлік, мұнша даркарлік, бір-біріне ғылым үйретерлік, шешендік, салахият ол дүниеге лайықты келмейді. Қай өгіз шаһар жасап, құрал жасап, неше түрлі сайман жасап, сыпайылық, шеберліктің үдесінен шығарлық қисыны бар. Бірақ адам баласы болмаса, бұл ғажайып ақылды және ғажайыппен жасаған денеге кіргізіп, мұнша салахият иесі қылғаны хикметіменен өзге хайуанға сұлтан қылғандығына дәлел емес пе? Ол дәлел болса, адам баласын артық көріп, қамын әуелден Алланың өзі ойлап жасағанына да дәлел емес пе? Енді адам баласының құлшылық қылмаққа қарыздар екені мағлұм болмай ма?